поляға шыққан кезде де жаңа да мысалы әнұран ойнағанда қолымды жүрегімде ұстағанда жүрегім елжіреп, қазақтың намысы, рухы, қазақшылдығы жүрегімде оянады. Сол себепті жастар қанатын, жастар рухы деп өзгерткем деген ұсынысым бар. Салт дәстүр, еңбекқорлық, отан сүйгіш, мемлекеттік, әрбірден соң тіл, діл, барлық осы рух деген бір сөздің ішінде жатыр ғой. Сонда маған осы аты ұнады. Біздің жас отанның да аты жастар рухы деп өзгеріп отырғанына өте қуаныштымын. Себебі мынау арманы айқын, мақсаты айқын, рухы биік жастарымыз көп болсын. Жасыратыны жоқ, қазіргі кезде жастардың басым бөлігі болашағын мегаполистермен байланыстырады. Алайда ауылда тұратын жастар да аз емес. Сол себепті жастарға мүмкіндік беретін бағдарламалар ауыл жастарына да жетуі тиіс. Мы собрали команду единомышленников, молодых ребят с горящими глазами, с которыми начали переводить англоязычный контент на казахский язык. Мы хотим, чтобы качественного казахского контента стало больше. Еріктілердің басын бір алаңға біріктіретін Еріктілер академиясын құруды ұсынамын. Олар осы шетелдік сарапшылардан жаңа білім және де өздеріне керек көптеген тәжірибе ала алады. Мен Біржан Оразовтың ұсынысын біздің ұйымның атауын жастар рухы деген атауын 100% қолдаймын. Тек қана алға. Я борюсь за справедливость, я борюсь за наше будущее, потому что кто, если не мы? Мы молодежь, время пришло наше. Мы должны бороться, стремиться к лучшему, получать образование. Мы должны быть всегда впереди времени, а не шагать в ногу с ним. Жастар рухы жаңа Қазақстанның білім мен ғылымға құштары, рухы биік, жігер асқақ жаңа буынын қалыптастыруда ерінбей еңбек ететін болады. Жаңа Қазақстан ол біздің жастарымыздың болашағына арналған Қазақстан. Енді бұл реформалардың мәні неде? Сіздердің әрқайсыңызға еліміздің саяси өміріне, бизнесқа, өмірдің тағы да маңызды үлкен салаларына еркін араласуына, оған тең мүмкіндік беру. Бір сөзбен айтқанда біздің жастарымыз, сіздер келешекте әділетті және ашық қоғамы бар қуатты Қазақстанда өмір сүру керек. Президенттің бастамасымен жаңағы осы айтылған реформалар Конституциямызға енгізілді, заңдастырылды бүгінгі күнде. Енді кезекте осы реформаларды іске асыруда алдыңғы қатарда жастар, яғни осы сіздердің болуларыңыз өте маңызды.